Нұржанат, мына ертегі кітап. Бұл ертегі кітаптың аты «Жалған ханзада». Яғни бұл кітапта Александрия деген қалада Лабакан атты жас тігінші бала туралы ертегі. Осы ертегіні сен өзің демалыста жатсың ғой. Демалыста жатқанда мұқият оқып, маған түсінгеніңді айтып бересің, жарайды ма? Жарайды. Өткен заманда Александрия қаласында Лабакан атты көмекші тігінші жас жігіт өмір сүріпті. Ол инені жақсы игеріп, ғажайып сәнді киімдер тігіп беретін болыпты. Бірақ адамдармен қарым қатынаста өзін бір түрлі ұстайды екен. Әр күн сайын жұмысты аяқтап қалаға шыққан кезде Лабакан өзінің ең әдемі киімін киіп алып көшеде маңғаз кейіппен салтанат құрып жүреді екен. Қалалықтар оған бір түрлі таңдана қарап, қараңдар, Лабакан ханзада кетіп барады деп әзілдеседі екен. Алайда олардың мұнысы тігіншіге өте ұнамай